Всех приветствую, своих дорогих подписчиков, зрителей моего канала. Я вам показываю, это город Талдыкурган. Нахожусь в парке Жастар возле флага, нашего казахстанского флага. По одной причине сегодня у нас праздник, День независимости нашей молодой республики. И вот по этому случаю я здесь. Хочу вас всех поздравить с этим праздником. Всех приветствую, своих зрителей моего канала, подписчиков. Я стою возле нашего казахстанского флага. Всех хочу поздравить с этим днем, Днем независимости, который был принят еще в 1991 году, 16 декабря. Наша страна стала независимой, чему я и рада, и всех поздравляю, своих граждан, жителей нашей страны. Хочу пожелать всем, каждый дом желаю достаток, благополучия, каждому сердцу желаю любви, а своей стране я желаю единства, благополучия, процветания моей стране желаю, чтобы мир был, голубое небо, как говорится, и все хорошее. Как говорят, что желаешь, то и получаешь. Вот я и желаю, я вот это и получаю, чего и желаю вам. 16 желтоқсан тәуелсіздік алған күні құтты болсын. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні құтты болсын. Ағаларымыздың қаны, әпкелеріміздің жасымен келген тәуелсіздік күнінің қадірін білейік. Бұл мерекені мен көп сөзбенен айта бермейін, нақты айтайын. Мен өзім 84-ке кеттім, жоғарғы білімім бар, мен мамандығым құрылысшымын. Бірақ оқығаным бар, тоқығаным бар. Жас кезімнен туғанымнан осы күнге дейінгі заманды салыстырам. Заманда өткен заманды, болашақ бәрін салыстырам, одан кейін ойланам и вывод жасаймын енді. Қазақша не дейді, қазақша. В общем, сонда мамандығым құрылысшы деп айттым ғой. Сол өз мамандығым төңірегіндеген айтайын. Бұндай сөз, бұл мен өте көп айтар едім, бірақ өз мамандығым сол жағын айтайын. Мен құрылысты институттан бастап, біз практикада болғаннан бастап тас қалаушы болып содан бастағам. Содан құрылыстың енді орташа деңгейі ол кезде
ремонтный строительный управление ПМК деген болған, сол үйдің бастығына дейін жеттім. Сонда жаңа айттым ғой, салыстырам деп. Салыстырдым. Өмірдің бәрін айтпай ақ қояйын, тек өз саламды тарқыды. Сол мен өткен құрылыстың тағдыры, қазіргі құрылыстың тағдыры, барысы, енді бейнесі екеуін салыстырам. Қазақта сөз бар. Екі затты салыстырса, жер мен көктей деп айтады. Ал мына жерде как жер мен көктей. Мен өткен құрылыстың басысы, даже мына біз тәуелсіздік алған жылдың басында да солай болды. Біздің стройкада әлгі материально-технический база дейді орысша, ол жоқ. Деңгейінде өте нашар. Өте не болды? Бұл құрылыс емес, бұл зорлық, зомбылық, әйтеуір ителемелеп, іс-шара жоқ, тығат жасаймыз. Содан өттім, түгел өттім. Жұмысынан бастап, бригадир, мастер, барлық саласын өттім. Енді өте қиын. Өйткені ең маңыздысы материально-технический база жоқ болды. Жоқ. Бәрін мысал келтірейін, мына біздің облыста Текелде бір кір завод болды. Сол кірпіш, мен каменщик болып жүргенде 25-20 шақырым адам боламыз. Кейде жарты күн, бір күн отырып қаламыз. Кірпіш жетпейді. Сонда елге жалақы төлейді ғой. Қайдан алады? Сол общем, оның бәрін айта берсең сөз көп. Ал енді қазір салыстырам, қазір прямо көзім ашылды. Қуаныштымын. Прямо керемет. Қазір стройкаға барғым келеді, тіпті жанында жүргім келеді, көргім келеді. Өйткені тамаша. Осының барлығы жетістігіміз қазір айтайын. Біз облыста бұрын 2 жыл, 3 жылда бір-ақ үй береді, салып береді, кейде 4-5 жылға дейін ауысады. Мен бір ПМК-ға барғанда 2-ші бастық болып бардым, бір үй 5 этажды үй салдық. Соны мен кеткеннен кейін 4-5 бастық ауысады, үй біткенше. Ол кезде тегін береді. Жоқ, тегін береді ғой. Ол енді о жағын айтпай ақ қояйын. Просто мына тәуелсіздік келіп отырмын мен. Қазір ол қазіргі мектеп, қазіргі стройка ең тамаша. Технология развит. Материально-технический база деген енді достаточно деп айтуға болмайды, өйткені әлі де көбейеді. Жетеді, жеткілікті. Бәрі графикпен кеп тұр. Бәрі әлгі качество басанамнау дейді, оның барлығы человеческий фактор. Әйтпесе качество, барлық технология разработана, таза. Мен просто керемет қуанам. Мен риза болғанда керемет ризамын. Осының барлығы мына біздің осы тәуелсіздік арқасы. 91 жылы біз жеке мемлекет тәуелсіз болып шықтық. 92 жылы енді өтті ғой. 91 жылы. Сол бастан да біз көтерілмедік онша. Бірақ қиын болды, ол заман біледі енді. Бірақ қазіргі заман мына біздің тәуелсіздік барлық отырысында да, барлық жерде де осындай үрдіс, көтерілім бар. Бұл деген тек осы тәуелсіздіктің арқасында ғана. Біз тәуелсіз деген сөздің өзі, ол ешкімге тәуелді емес, бостандық адамдар ғой. Соған жеттік. Жетіп, жақын енді қарыштап қадам бастық. Бұл деген керемет. Бұл тәуелсіздікті мен үшін бұдан артық қазақ халқына, біздің қазағымызға бұдан артық мейрам болмау керек. Ол солай болады да. Одан кейін енді бір қуанышты нәрсе, мен неліктен біз соншама сондай болдық, қазір бұлай болдық деп зерттеген адаммын, өзім ойланған адаммын. Оған да біраз бар енді. Ал ең қуанатыным, қазір Қазақстан қазақтар үшін екенін, қазақтардікі екенін енді мойынсынып, енді қарыштап соған басып келе жатырмыз. Оның белгісі, міне көшеден өтіп бара кішкентайдан өскен балалардың барлығы қазақша сөйлейді. Қазақша сөйлегенде кәдімгі
осы көкірегім көтеріліп қуанам. Өте тамаша. Міне тәуелсіздік деген. 60 жылдардың басында, ол енді 60 жылда деген мына бергі көп болса бір 40 жыл, 60 жыл болды. 60 жылда, сол 60 жылдары қазақ мектебін түгел жауып тастады. Сондықтан бәріміз орыс болып кеттік. Ал қазір менің қуанатыным, мына балалар жастарды көрсем, прям қуанам. Ана сүлдірлеп қазақша сөйлегенде жаным кіреді. Шіркін-ай, мынау міне тәуелсіздік деген осы. Қазақстан қазақтар үшін дегенде енді мағынасы тура қазір келді. Бұрында айтып атты ғой, Қазақстан, ол қазақтар, қазақ үшін, қазақпыз, хандық анау бәрін айтады. Дұрыс шығар. Ал бірақ қазір осы тәуелсіздіктің арқасында біз сондай деңгейге жеттік. Енді ол көрмес түйенді көрмес дейді қазақ. Мынандай өсімді, мынандай тіршілікті көрмеген адам ол көрмейді. Ол басында апарып алтын құйсаң да ол түсінбейді. Ал мынандай жақсылықты бізге тек тәуелсіздік әкелді. Біз осыны, бұл көп нәрсеге байланысты. Мынаның өзі енді менің отанымның болашағын прямо өте бір сеніммен айта аламын. Қазақта, Қазақстанда қазақтың болашағы бар. Бір жерде бір басқа кішкене сөзіңізді қосып жіберейін. Бір бәлінсіп жатқанда бір басқа ұлттың біреуі қазақтың болашағы жоқ деген сөзде мен атып тұрып сабай жаздадым. Енді ондай да болды. Ал қазір мен біздің болашағымызға 100%, даже екі қолмен көтерілем, қазақта болашақ бар. Біз бақытты халықпыз, сол халыққа бақытқа жақында емес, біз прямо қадымдап тұрып аяқ бастық. Осыған риза болайық, осыған қуанайық, осыған жұмыс істейік. Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, керемет сөз. Біз ақылды болуымыз керек дейді. Біз бай болуымыз керек дейді. Біз күшті болуымыз керек дейді. Сол керектерге жұмыс істеуіміз керек дейді. А біздің үкімет қазір осыған жұмыс істеп жатыр. Бұның бір көрінісі, біз қазақстандықтарға, жастарға, өсіп жатқан ұрпаққа керемет білім беріп жатырмыз. Ең осы біздің жетіспегеніміз білім. Ұрпаққа білім берсек, терең білім берсек, мен айта алмаймын, бізде білім жоқ, білім берген жоқ деп. Бірақ біздің алған біліміміз Совет үкіметі кезіндегі, кейінгі кездердегі, ол бұл орташа білім. Ал терең білім ала алмадық. Осы жасқа келгенде мен түсінемін, білімім өте таяз болыпты. Кек әйтеуір кішкене былай мына тәуелсіздіктің арқасында кішкене оқыдым, осыдан кейін айтып тұрмын. Біздің үкіметтің қазір жасап жатқаны ұрпаққа білім беру керек. Керемет мектептер салып жатыр, керемет оқулар. Мына шетелден мықты университеттерден келіп филиал ашып жатыр. Бұл деген міне үкіметтің жұмысы. Одан кейін бай болуымыз керек дейді. Бай болу үшін кәсіп керек дейді. Қазір кәсіп деген көрмес, түйенді көрмес дейді. Қазақстан экономический рост 6% жетті. Бұндай көрсеткіш жер бетінде ол жоқ десе де болады қазір. Жоқ десе де болады. Ондай көрсеткішке жетіп ешкім жоқ. Үкіметтің кәсіпті көтеріп, кәсіп жасап жатқан, ақша тауып жатқаны кәсіп деген осы. Ал енді күшті болуымыз керек деген сөзі бірігуіміз керек. Енді ешкімді итермей, ешкімді сен орыссың, сен кәрісің деп итермеу керек. Олармен бірге болу керек. Оларменен қарым-қатынаста болу керек. Ең бастысы өзіміздің басымызды қосуымыз керек. Үкіметке сенуіміз керек. Үкіметтің істеп жатқан ісіне қазақтар жамандығыңды жасыр, жақсылығыңды асыр дейді. Осы жақсылықты асыруымыз керек. Міне мәселе сонда. Сонда ғана біз жақсылығымызды асырып, осымызды көтеріп айтсақ, мына мен сияқты адамдар, менің поколением, енді біздің деңгейімізге байланысты, білімімізге байланысты айта береді ғой.
айта берсін. Сол жаман нәрселерімізді айтпай ақ қояйық, тек жақсылығымыз жасырайық. Біз сонда ғана мықты боламыз, бірге боламыз. Ешкімді итермелеу керек жоқ. Ой, анау былай болды деген жаман нәрсенің бәрін оны айтпай ақ қояйық, бірақ есте сақтайық. Айтпай ақ қояйық, есте сақтайық. Бірақ оны айта берудің қажеті жоқ қазір. Менің ана поколение достарым осы жерде отырады Арбатта. Ой, анау мынандай болған, анау мынандай болған деген сөзді көп айтады. Мен барып айттым, бәрі түсінбейді, демей кетіп қаламын. Ішім ауырады. Оны айтудың қажеті жоқ қазір. Ол кетті. О заманның адамдарында да бұлай көп бірдеңке айтуға болмайды. Өйткені заман сондай болды, тәртіп солай болды, заң сондай болды. Ал қазір басқа заман, басқа заң. Сондықтан қазір бәріміз жұмылып, мына тәуелсіздік, мына тәуелсіздіктің арқасында жеткен жетістігімізді ары қарай жылжытуымыз керек, өсіруіміз керек, тәрбиелеуіміз керек. Мен өте қуаныштымын қазіргі заманға өте довольнымын. Енді былай тағы да сөз қосып қояйын. Қазір минимальный пенсия аламын. Маған былай жетеді. Маған ол көбісінің сөзі пенсиямыз азынама жоқ дейді. Ол барлығы ол заманға байланысты. Ол біздің жетістігімізге байланысты, біздің қорымызға байланысты. Оның барлығында өзінің реті бар. Ал енді қазір Тынышбай жақсылық ұлы. Жаңа осының барлығы халқым айтып отырған тілегім. Шіркін-ай, осы тәуелсіздік арқасындағы жеткен жетістігімізді ары қарай әліміз келгенше, шамамыз келгенше жылжытуымыз керек. Мына болашақ ұрпаққа мен өте ризамын. Өйткені олар жақсы жігіттер. Бірақ мен мына тәуелсіздік мейрамына өте ризамын. Өте ризамын. Жақсы. Бұл 16 декабрьда қайда 86 жылы болды ғой. Бұл мен туған күні 61-ге келдім. Бүгін ба сіздің? Сол 61-ге толды. 61-ге келдім. Көп жасаңыз. Енді бұл мейраммен бәрін Қазақстанда жақсылық болсын, бәрін аман есен болып қазақтар. Енді не айтым? Аман есен болып. Атыңыз кім? Мұратбек. Менің атым Мұратбек. 85-87 Афганда барып, мен командир черный майор болды. Я в 85 году, 85-87 Афганда попадать бардым. Өзім командирім черный майор болған, бәрін біледі ғой. И өзім командир болдым. От Кучки до Ганакара полностью сопровождение болдым. Бәрін біледі ғой. Мурка Афганистан бәрін біледі ғой. Енді 10 лет свою дочку увидел. Неше жыл болды с Афганистан? 2 жыл болды. 2 жыл? А сосын 2 жылдан кейін не болды? 2 жылдан мен қайдан погранататы бардым. Пограничный, Учральский пограничный отряд 2484 до конца, короче. Я прошел 25 лет там отслужил. У вас были стычки вот с этими пуштунцами? Все было. Мы стреляли, убивали. Ничего там было. А в плен брали? Я в плену не был. Ну, нет, вот вы... Я в плену были, конечно, но я уходил. У нас командир, черный майор, всех уводил. Роту полностью уводился полностью. Он все знал, где точки, где что туда-сюда. Даже черный майор, да, 100 миллионов долларов, короче, за его голову просили. Но он ушел. За голову командира? Да. Но он умер 3 года или 4 года тому назад. Герои Советского Союза мы говорили, что ему дали. Ему не дали, он посмертно дали. Да. Ну, Мурка Афганистан, бәрін біледі. А это...
Что хотели? Это вас после армии призвали? Я 82-84 в России служил, потом погранотряд зашел, 24-84, и сразу рапорт жаздым сол Афганға. Жоқ, өзіңіз ба или вас заставили? Нет. Кто в Афган пойдет, командир спросил, я говорю, я пойду был. По собственному По желанию? собственному желанию. Ну как интернациональный долг совершил. Ну, это как на вас подействовало психологически? След оставил в душе, там, Конечно. морально? Все это есть, да? Друзей потеряли? Много друзей? Конечно. Ну, вот вас На свой- сегодня На сколько- своих руках вот много солдатов, они лежали. Кровь я был. Кровь я много повидел. Ну, вот оттуда, когда возвращались, вот, например, взвод, сколько человек живых осталось? Половина? 30%? Где там рота, у нас от роты 3 человека. От роты 3 человека осталось? Жилого. Ну, в роте 150 человек, 3 человека пришло. То есть пехота, да? Я погранотряд. Погран. Ну как, там погранотряд не считается, конечно, пехота лучше. Ну, сопровождение был, короче, караваны сопровождал, обстрел постоянно был. Я это специалист. Вот такое небольшое интервью от афганца. Теперь уже в таком возрасте он служил в Афганистане, потерял много своих товарищей. И это с таким огорчением это все рассказывал. Рахмет ему.